кейбір проекттер бір қарағанда сүйкімді балаларға арналғандай көрінеді. Бірақ өңіліп қарасаң, жарайды. Бүгін бір мультикті талқылаймыз. Түрлі түсті жағымды болып көрінгісі келеді. Алайда ол қанға толы, секас, дін мәселесі, жалпы YouTube қорқатын сөзге толы екен. Көп сөзді айтуға да болмайды. Нашақорды қантқа ауыстырамын. Ол Bird Boy ұмытылған балалар. 2015 жылы Испанияда жарық көрді. Бюджеті $1 миллион болғанымен, жинағаны $50 мың ғана. Неге десеңіз, өйткені балаларды осыған кіргізбейді. Ал ересек болсаң, мультик көретін ақымақсың дегендей. Менің көрермендерім мультик балаларға ғана арналмағанын біледі. Керек сұрақтарға мультик жауап бере алады. Bird Boy басында біртүрлі болып көрінеді. Алайда оның артында мықты метафора жатқанын көреміз. Бір рет көрсек, көп мағынаны жіберіп алуымыз мүмкін. Менің мақсатым жасырын образды ашу және қызықты оқиғаны айту. Ол былай. Бір әлемде көптеген антропоморфты жануарлар өмір сүреді. Антропоморфты жануарлар дегеніміз, олар адам тәріздес өмір сүретін тіршілік иесі. Бұл әлем жарқын, керемет болатын. Бір күні жарылыс болып, көбісі жойылып кетеді. Әлем өзгеріп кетеді. Бұл постапокалипсиске жақсылыққа орын жоқ. Депрессия, қант, ұрлық кең тараған. Негізі неден бастарымды білмеймін. Өйткені түрлі оқиғалар, кейіпкерлер ерекше болып келеді. Сол үшін әрқайсысына тоқталайық. Динкиден бастайық. Ол өзі тышқан. Бізге жанұясын көрсетеді. Туған анасы, туған емес әкесі және туған емес бауыры. Әкесімен келген сияқты. Әкесі өгей. Сол үшін Динкиге қатал, әйелінің сөзіне тығылып жүреді. Анасы көп сөйлемейді, әкесі сабағын қатты қадағалап, оған дінді түсіндіріп, анасы әкесі жақсы көретін бауырымен салыстырады. Осы жерде қызық нәрсе байқалады. Киіленген өтірік құлақтар. Неге өгей әкесі осылай көрінеді? Мүмкін бізге Динки өмірін соның көзімен көрсетеді. Динки үшін ол жанұя мүшесі емес. Ол үшін әкесі алжыған урод. Бір кадрда отбасы бақытты болғанын көрсетеді. Ал мысық бауырына келсек, мысық та емес шығар. Мүмкін ол да Динкинің көзқарасы. Ол оны тіл алғыш ит сияқты көреді. Ата-анасына үйретілген ит сияқты. Ох, Джонни, ты такой чудесный. Кстати, Динки, пока ты не ушла, мы с мамой видим, что ты берешь наши таблетки счастья. Түсінгендеріңіздей, жанұя күнәсіз емес. Дәрілерге отырып алған. Мүмкін әсері мықты емес шығар. Мүмкін антидепрессанты шығар. Қалай дегенмен Динки оны ұрлайды, ал ата-аналары оған мазаланады. Бірақ Динки дәріні өзіне емес, оны Bird Boyға апарады. Ол туралы кейін айтамын. Қазір түлкішекке келейік. Айттым ба жоқ па білмеймін, бұл жерде әр баланың психологиялық проблемалары бар. Түлкішекті көбісі жек көреді. Міне, оны тепкілеп жатыр. Неге десеңіздер, жай басқаларға ұқсамағандықтан. Алайда кейін ол өте мейірімді екенін көреміз. Осы кезде біз тағы бір кейіпкермен танысамыз. Қыз қоян Сандра. Басында оны да түлкішекті қорғағаны үшін тепкілейін дейді. Бірақ біреуі омен араласпаған жөн деп ескертеді. Өйткені ешкім қоянның ойында не барын білмейді. Говорят, она слышит голоса, которые заставляют ее делать ужасные вещи. Сандраның ойындағы дауыстар жаман нәрселер істетуі мүмкін. Бір кезде түлкішекті жардан итерейін дейді, бірақ ес жияды. Осы факт оның достарымен қарым-қатынасын бұзады. Сенімділікті, адалдықты көрсете алмайды екен. Шизофрениямен ауыратындар осындай белгілері бар шығар. Келесі Торай Закар. Ол анасына қарайды. Төсекке байланған. Анасы қант тәуелділігімен ауырады. Тәуелділік оны жартылай өлі денеге айналдырады. Ол жүре алмайды. Баласын өзінің эгоизмнің атынан үй жинатып, киім жуғызып, тамақ жасатып жатады. Қысқасы есінен адасып, кез келген уақытта баласын боқтап тастау мүмкін.
Әрине, баласы тастап кете алмайды. Что случилось, мама? Голова болит. Дай мне еще. Ты не работаешь, ты ничего не делаешь. Ты даже не можешь помочь своей бедной матери. Бір қызығы, анасының жаман жағы өрмекші түрінде көрсетіледі. Мұрнынан шығып, тәуелділік артқан сайын үлкейе бастайды. Әрине, бұл метафора анасы емес болып өзгергені. Ақыры Бёрдбой сіздерге неге торай пакетик соған бергені, неге Динки оған дәрі тасиды деген мультик аты осындай деп сұрау мүмкін. Сіздерде неге торай пакетикті бергені, неге Динки оған дәрі тасиды, неге мультик аты осындай деген сұрақ туады. Қарапайымнан бастасақ, Бёрдбой ол бала. Егер тереңірек білсек, ол балапан, маякта әкесімен бірге тұратын. Бірақ әлгі жарылыстан кесірінен почти барлығы жоғалғаннан кейін әкесі әлсіздерге, жарақаттанғандарға көмектесетін. Ол емдейтін дән таратады. Алайда оны қан таратады деп атып тастайды. Осымен тоқтамай, Бёрдбой әкесінің жолын қуады деп оған да іздеу салады. Бёрдбой әкесінің жұмысын жалғастырып, әлсіздерге көмектеседі. Алайда әкесі өлгеннен кейін ішіндегі жамандықтар басып алады. Олардан арылу үшін дәрілерден ем іздейді. Айтпақшы, жаралылар. Аралда оңбағандар бар. Әрине, өмірде де солай. Мен ессіз крысалар жайлы немесе ауру сектанттар жайлы емес, полиция туралы айтып отырмын. Қолына билік алып, ол еш күнәсі жоқ құстарды ата бастайды. Жай қалауы сол болғандықтан. Жай ғана құс Бёрдбоймен бірге болған деп айта аладыны үшін. Он наверняка был другом этого мальчика-птицы. Не знаю, сержант. Вы так думаете? Оның көмекшісі жас ит болады. Полиция өмірін үйреніп жүрген. Ары қарай бомждар. Бұл аралда көбісі тышқандар қалған екен. Әлемді әке мен бала атынан көрсетеді. Бұлар ешқандай рөл ойнамайды десе болады. Олар қалай қоқыс аралап, әңгімелесіп, түрлі зат, тамақ, темір жинайды. Бір кезде басқа тышқандарды көреді. Ол да әке мен бала, бірақ түсі басқа. Сөйтіп, Mortal Kombat кезінде біреуі баласынан, екіншісі әкесінен айырылады. Олар ештеңе таппай, тек жоғалтады. Бірдеңе айтуға шамалары болмай, бірге жүріп кете бастайды. Сөйтіп, Бёрдбой. Ол ерекше ауруларға орын жасап, тамақ, дәрі әкеліп жүреді. Өлгендерге де уақыт табады. Негізі Бёрдбой өте депрессивный кейіпкер. Оның жақсы жері күн сайын жамандыққа қарсы тұрып, бұрын ғашық болған. Ертеректе Бёрдбой және Динки бірге болған. Айтқанымдай, секаста бар. Динки оны бақытты еткісі келді, бірақ өлген әкесі және дәрілердің кесірінен алшақтап кете барады. Хотела бы я тебе помочь, но не знаю как. Соңына қарай Динки, Закар, түлкішек сектанттар қақпағына түскеннен көреміз. Олар шекараға кіргендердің бәрін өлтіреді екен. Барлық ерлерді десем болады. Қыздарды түсінген шығарсыздар. Сөйтіп Динкиге тиіспеңдер деп тұрғанда, оларды папугай бақылап тұрады. Барлық құстарды Бёрдбой крышевать етеді. Әрине, папугай Динкині танып, маяктағы Бёрдбойға айтуға асығады. Ары қарай ішкі жындары оянып, Бёрдбойды үлкен қасқырға ұқсас құсқа айналдырады. Сектанттарға келіп, отпен жандырып, быт-шыт болып жатқанда, Динки ғана оны тоқтата алды. Осы жерде мен happy end деп айтайын десем, бірақ Бёрдбой аман қалғандарға жол көрсетейін дегенде, оны әлгі күшік полиция өлтіріп тастайды. Әкесі секілді ол да төмен құлайды. Браво, парень! Теперь ты стал настоящим полицейским.
Соңында Динкидің ойы ретінде дәптерге жазылады. Кейде қарсыласу маңызы жоқ, қалай бар солай қабылдау керек. Ол Бёрдбоймен осы жерден кетуге армандаған. Торай Закар кетуге ақша жинаған, алайда олардың арманы қатыгез өмір қиратады. Закардың жинағанын ұрлап кетеді. Негізі керек суманы жинады, алайда анасы үшін кете алмады. Кейін ол анасынан айырылады. Ал Динкиде Бёрдбой жоқ болды. Бір жақсысы, түлкішек дос тапты. Сандра ішіндегі жамандығын жеңе алды. Соңында Динки Бёрдбой салған ұяларға келеді. Әрине, мен көп нәрсе айтпадым, мультик 1,5 сағат болады. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Осымен бітті. Арнаға тіркеліп комментарий қалдырыңыздар. Қазақша YouTube дамысын.